Қайырлы кеш. Амансыздар ма, қалдеріңіз қалай? Қандай өзгерістер болып жатыр? Мына жақтан сұрақ қойып жатыр. Даусым жақсы естіліп тұр ма? WhatsApp неге жауап бермейсіз дейді. WhatsApp менде тұрған номер 9999 шығар. Шетінен жауап береді. Я. Өзгерістер мықтап болып жатыр. Көп рахмет, Галия ханым. Ұйқы қыса береді дейді. Ештеңе қызық емес дейді. Қазір көп адамды ұйқы қысып жатыр. Ұйықтаған кезде де прямандай дым сезбей ұйықтайсыз да. Ұйықтағаныңыз дұрыс, себебі сізді қатты ұйықтатып, сіздің санаңыздағы керек информацияларды алып, менталды денеңізге жүктеп жатыр. Ол екі жолмен болады. Немесе сізді қатты ұйықтатып тастайды, қазіргі уақытта әсіресе, немесе түнгі 2 мен 4-тің арасында сізді оятып алады. 2 мен 4-тің арасында тағы да бір процестер жасалады. ДНК-дағы қажетті ақпараттар алынып, менталды денеге жүктеле ма, сондай нәрсесі болып жатыр. Және ол кезде адам ояу болу керек дейді. Түнде оятып алатыны сол. Дауыс шуандап кетті дейді. Оң жағым ауырады. Маңдайым мұздап тұр. Ләйла Сұлтанқызы сіз туралы айтама деп іздедім. Өйткені түсімде сізбен жүр, тәлімгер ұрсып жатыр дейді. Түсіндім. Тамақ көп жеп кеттім. Құрғақ жөтел кетпей жатыр. Түнде маған операция жасалды, көкірегіме түс көргенде көрдім кәдімгі дейді. Оң жақ көзім қызарып жүр. Аяғым мұздап жүреді. Қар болмайды деп едіңіз. Қар емес, қыс болмайды дедім. Бірақ биыл емес, алдағы уақытта айттым. Рухани оян деген кезде, ізден деген кезде, оқы деген кезде оқымайсыздар ғой мысалы. Сол сияқты ғой, бәрі болады, бірақ бірден емес. Регрессология гипнозын өзіңіз жүргізесіз бе дейді. Қазір бізде регрессология емес, бізде басқа уже нәзік әлемдегілер, жоғарғы біздің рухтарымыз адамдармен жұмысты өздері жасап жатыр. Сондықтан ешқандай гипноз, ешқандай регресс емес. Баспаналы бола алмай-ақ қойдық, ол да кармама дейді. Білмеймін, оны көру керек. Өткенде бір кісі осындай запроспен келді. Қанша жыл болды, үй ала алмай жүрміз. Арманымыз үй алу деп осындай сұрақпен келді. Қарасақ,
өткен өмірде жаңағы анандай мемлекеттік қызметкер ма сондай болған, халыққа беретін үйді алаяқтық жолмен өзінің атына жаздырып ала берген. Ал өткен өмір деген жоқ, өткен өмір ол параллель әлемде болып жатыр. Сондықтан ана жіп үзілмей, пока осыны түсінбей, ол кісіге үй беріліп тұрған жоқ. Қазіргі уақытта оны өтеп жатыр. Осы нәрсені түсініп, өзіне көрсеткеннен кейін барып, 1 жылдың көлемінде үйің болады деп тұр. Кез келген нәрсе жердегі денсаулықпен болсын, әлеуметтік жағдаймен болсын, не нәрсемен қысып деп сөйлейміз ғой жерде. Қандай нәрсемен сізді қысып жатса да, оның барлығы бекер емес. Бәрінің жауабы бар, бәрінің, абсолютно. Мен осыған көзім анық жетті. Аяғым қисайды, басым ауырады. В общем, мен түсіндім сіздерді. Қазір көп адам менің ақпараттарымды, эфирлерімді қабылдап жатқан жоқ, түсініп жатқан жоқ, бірақ толықтай 1 жылдың көлемінде түсінеді деді. Барлық беріліп жатқан ақпараттарды шетінен күні түні прям біз 24/7 жұмыс істеп жатырмыз, сөздің шыны керек. Жан-Жихан парақшасына түсінікті қылып, барынша жазып жатырмын. Көп адам қабылдай алмайды, сен фантастикалық кітап жазып жатсыз ба деп менен сұрайды. Үндемеймін, жақсы. Себебі әркімнің өзінің уақыты бар, түсінетін, қабылдайтын. 1 жылдың көлемінде түсінеді. Өйткені осыған дейінгі мартта, сәуірдегі эфирлерді көп адам енді қабылдап жатыр, енді түсініп жатыр. Өткендегі жер сілкінісі бекер болған жоқ деп айттық. Ол алдыңғы видеоны жаздық жер сілкінісі туралы. Сол кезде жер сілкінеді деп емес, физикалық денені сілку арқылы сананы сілкейді деп қысқа видео түсірткен бізге. Расымен сондай болды. Сол жер сілкінісінен кейін көп адамда кәдімгідей поток ашылып кетті, түсінік келді, іздене бастады. И жер сілкінісінен кейін почему-то мен осы айтылып жатқан нәрсені қабылдап жатырмын, түсініп жатырмын дейтін қыз-келіншектер өте көп. Ер адамдар да бар, әрине ер адамдар әлеуметтік желіге шықпайды, бірақ жеке хабарласып кәдімгідей келіп жатқандар өте көп. Кейбір адамдар мен реально өмір сүрем, мен бұндай қиял ғажайыптарға сенбеймін дейді. Мен реалист адаммын дейді. Қарайсың да күлесің. Бұлай өміріне қарасаң, енді реальный өмірі, былайша айтқанда, енді жұмысына барады, келеді, сол әйтеуір ақша табу, жұмыстағы жаңағы аяқтан шалу, қарызға бату, кредит төлеу, одан кейін біреумен жұмыста ренжісу, ар жағында ішу, өзін алдау. Былайша айтқанда әйтеуір бір өмір сүріп жүр. Бірақ көп сұрақтарына жауап ала алмайды. Мәселен қараңыз, ер адам, мысалы, 4 рет үйленді делік. Бірақ 4 әйелі де өмірден өтіп кетеді. 2-3 баласы қалады. Бір баласы, мысалы, аурушаң. Неге? Оның жауабы болу керек қой. Немесе әйелдің денсаулығы тамаша, күйеуінің де денсаулығы жақсы, жағдайының бәрі жақсы, бірақ бала жоқ. Неге жоқ? Жауап жоқ. Бала аурушаң болып туылады. Неге? Неге ондай бала, мысалы, басқаға емес, ол адамға беріледі? Соның себебін адам іздеу керек та. Менде тілімде дефект бар. Көпшіліктің алдында сөйлеуге ұялам. Жаңа қоян ерім болып туылады. Мылқау болып туылады. Саңырау болып туылады. Неге? Көп адам почему-то сұраққа жауап іздегісі келмейді. Солай болу керек шығар дейді, қоя салады.
іздеу керек. Оказывается, бәрінің жауабы бар. Адам өмірге келген кезде ол ауырмау керек. Денсаулықпен, яғни бір жеріңіз ауырып тұр ма, значит, бұл жерде бірдеме не то. Адам басқа адамды жек көрмеуі керек. Адам екінші адамға озбырлық жасамауы керек. Неге жасайсыз? Значит, бұл жерде бірдеңе бар. Немесе ене мен келіннің бір-бірін қабылдай алмауы. Иттің етінен жек көруі, мысалы, кәдімгі. Неге? Ондай болмау керек қой негізі. Вот, оның да жауабы бар. Вроде үйленеді, ер мен әйел бір-бірін жақсы көріп. Бірақ балалы болғаннан кейін, кәдімгі ит пен мысық сияқты болып кетеді. Бірақ ажыраспайды, бәленбай жыл бойы бір-бірін қинап тұрады, ұрып соғады, ішіп келеді. Күнделікті айғай-шу, бітпейтін бір сценарий. Бүгінде бір оқиға шығып жатыр, мысалы, 14 жыл бойы жаңағы әйелін ұрған, ақыр соңында әйел ашуланып, пышақпен күйеуін өлтіреді. Неге бұл болып жатыр? Ондай болмау керек қой негізі. Жын шайтан дегенді ала тұрайық былай. Просто есейген адам ретінде осылай сұрақ қоятын болсаң, сол адамдармен бетпе-бет отырғанда неге ол сенде болып жатыр, жалпы зерттеп көрдің ба десең, қашады. Біз адамзат өзі сондаймыз, біз бәрін білеміз. Даже мен қасиеті ашылып жатыр ғой қазір, Құдайға шүкір, қыздар. Сол қыздардың былай әрекеттерін бақылап отырам. 4-5 қыздың қасиеті ашылған, бастары қосылады ғой. Бәрі бір-біріне ақыл айтады. Сен бүйтсеңші, сен сөйтсеңші. Кейін мен не істеймін дейді. Сосын мен айтам. Сен ана кісіге айтып оттың ғой, не істеу керегін. Неге сен өзіңе қатысты білмейсің? Вот сондай. Адам бірінші ішіне үңілмейді, всегда былай сыртқа қарайды, бүйтіп сырттан іздеп жүреді. Ал жауаптың барлығы негізі іште. Қазір көп адам жазып жатыр, мысалы, мен еш жерге барым келмейді. Той томалақ тұрмақ, даже тіпті рухани әңгіме айтатын ортаға да уже барым келмей қалды. Әрине, оны сіздің рухыңыз специально бүйтіп оқшаулап ұстап отыр. Себебі ондай ортаға барғанда сіз опять же елеңдеп кетесіз. Бүйтіп басқаны тыңдайсыз, өзіңізді тыңдамайсыз. Даже 2 жылдан бері қатар ізденіп келе жатқан қыздар бар біздермен, осы кітаптарды оқып. Солардың өзі бір-бірін тыңдайды да, и соңында өзін тыңдауды ұмытып кетеді. Қазіргі күні бүйтіп чатасып жүр. Қазір эфирде отырған шығар. Не болып жатыр дейді да? Не болып жатыр? Біз 2 жыл бұрын кітапта оқыдық қой. Приносящий рассветті оқыдық қой. Не айтты? Ертең ертегі әлемі, таңғажайып әлемі жолда қалады. Таңғажайып деген нәрсе қалыпты болады. Осы уақытқа келе жатырмыз. Қазірден бастап сананы дайындаңдар. Сана дайын болмаса, жүйкеден кету қаупі бар. Және қандай қасиет кеп қонса да, егер де сен бұның теориясын білмейтін болсаң, жалпы не болып жатқанын, онда өзіңді басқару өте қиын. Действительно бастан кеттім деп ойлап қаласың. Ал егер сіз сияқты бүйтіп жүрген адамдар көп, бастан кеттім десеңіз, жындыханаға апарып, дәрімен улайды, одан кейін бітті, сіздің куполаңыз бүйтіп қапталып, уже ары қарай артқа жол болмай қалады. Жалпы не болып жатқанынан теорияны білмей қасиетті бере салу деген, ол кішкентай баланың қолына пышақты бере салғанмен бірдей ғой. 21 қаңтар, өткенде айттық қой, бүкіл планета барлығы бір-бірімен өте байланысты галактикада. Плутон су құйғыш жұлдыз шоғырындағы өзінің тағына отырды деп. Сол жер сілкінісінен кейін өте қатты өзгерістер болып жатыр. Ғаламда прямо
мықты скоростьпен болып жатыр. До того мына өзгерістің қатты болып жатқанын мен уже адамдарға қалай жеткіземін деп уайымдайтын болдым да. Барынша информацияны жеткізген кезде барынша түсінікті қылып бүйтіп барып жеткіземін да. Өйткені қазір на самом деле қалай не болып жатқанын айтатын болсам, сіз уже қабылдай алмай қаласыз. Не болып кетті дейсіз да. Сол